Selam dostlar, men bugün video tutuyorum. Bugün Zarstara var, milyon tane Zarstan çıktı. Bilip çıktım dedi. Endi қазір Marappat tağına kelemiz buyursa. Oynayacağız. Kelesi болып, sahna төрінде Қызғалдақ би ансамблінің жеке бишісі Бекзат Асылым, Жаңаөзен қаласы Хорезм би жетекшісі Жамиля Мадиярқызы. Бирса. Ежен. Asıl kurtkan kivaldın. Kurtkan kival. Bizim tamaqtan kelimiz de. Hazır. Asıl, kurtkan mı giyeceksin? Asıl, ne aldındır? Ben de aldım. Tam güzel aldım. Не, ну пробуй сам жарить из чуресины муки, давай еще жирную, жарить из чуресины. Положи на муку. Tam tavuğum var hatta. Bana gel. Onu da doner almaya koyalım sindir. Yok. Ha, doner çeşisindir mi? Ya. Ha, öyle. Sen astın var. Aa, солай ма? Onda қазір. Анасы mesela шешпей қойды киіміңді. Да, бәрі үй бір үш итак жеп отыр. Күтіп па? Бара жатырмыз. Ұстаз жаққа, ұстаз мына шығып, бәрі мында ғой. Алдыңа қара. Төмендеп сахнаға шықпаймыз, сахнадан отырамыз. Сахнаға алдына шықпай, өз орындарыңызға отырып алуларыңызды сұраймыз. Ешқайда кетпеңіздер, қазір 15 минуттан кейін марапаттау рәсімін бастаймыз. Азын болып орындықтарға жайғасып отырып алыңыздар. Бізге
Гран-при егері. Сонымен қатар Өзбекстан, Ташкент қаласына жолдамасы бар Қадыр Мадина Мұрат. Және Дубай еліне жолдамасы бар Мадина қызымыздың. Жеңісіміз құтты болсын Мадина. Алар асымыз көп болсын. Дубай еліне жолдамамыз құтты болсын. Естерке суретке түсіп болсақ. Дәл осындай жеке дара өнер көрсеткен тағы да бір керемет қызымыз бар екен біздің. Есімі Бекзат Асылым. Сонымен қатар гран-при иегері Асылым. Алар көп болсын. Ал енді келесі гран-при Дубай еліне жолдамасы бар. Ой, шашақ келіп бастаған. Жима деген ғой. Сен жүресің, табақ жей. Тамақ жей. Асылым міне уже шаршап отыр. Ағасы оған мишкамен гүл алып келді. Күшті прям. Асылым шаршап отыр. Ұйқысы келіп отыр ма уже? Ұйқың келіп отыр ма? Гран-при алды, я Асылым. Енді алған видеоларын қосам ғой видеоға. Гран-при алды, бірінші орыннан да жоғары место алды, я? Күшті, трай-трай. Мишка күшті екен. Достар, біздің видеомыз ұнаса, біздің блогымыз ұнаса, лайк басып, комментарий жазып жүріп жазамыз. Пока-пока.